енді сөйтіп көрініп жатқанымызға енді біз кінәлі емеспіз ғой. Шынымен де бағана да айтып жатыр да, ортада отқанда айтайын дегенім, біріншіден клип келіп тұр. Біріншіден клип судан түсірілген. Одан кейін командам деген әңгіме шықты. Командам деген кезде вообще күлкім келді мен бар ғой. Одан кейін бұны күнде алып кететін водитель бар. Нони деген. Ол да мысалы сол күнде келеді, алып кетеді, почти ұқсайды негізі, білмеймін енді. Өскенде Тәуіржан сияқты болғысы келіп жүр ма білмеймін. Баласаған енді былай ғой, өйтіп енді не үшін өйтіп айтып жатсыңдар деген жоқпын. Жеп қойдыңдар ғой деймін да, просто кетіп бара жатқан кезде сөйтіп айтып кеттім. Енді мысалы Тәуіржан қандай өлең шығардың? Тәуіржан өлең аты қандай? Қазір шыққан. Осы жақында. Бағаламадың шығар. Бағаламадың. Мысалға қазір мен тікелей сұрақ қояйыншы, ол бағаламадың деген мысалға мен айтып жатыр да, енді бір кісілерге типа арналған деген сияқты. Ол сол өлеңде мысалы бағаламадың, сенің баяғы бір қызыңа болмаса, білмеймін, кезінде болып кеткен махаббаттарыңа арналған ба сонда? Жоқ. Ешкімге арналмаған, Ешкімге арналмаған. Просто бағаламадың әннің тақырыбы. Мен ойлаймын, что мен мысалы бір әнді біреуге арнать едім в том случае, когда если хотя бы мен сол өлеңге бір нәрсе өзімдікін қоссам. Исполнительный адам. Понимаете? Әнді жазған өзіңіз емес, шығарған өзіңіз емес, сіз өзіңіз жазасыз ба? Мен өзім жазам, өзім ән жүректен шыққан. Жүрегінен шыққан. Значит, енді біреуге шығарса сіздікі тікелей арналып тұр ғой. Айырмашылығымыз бар екен, хотя бы. Соған разымын. Мен мысалы ойлаймын, если менде бұрын ән шығарғам кезінде, да, мысалы, бірақ мен оны шығарған кезде мен біреуге арнап шығарған тұғым. Деген сияқты, или там мектеп кездегі біреуді ойлап деген сияқты сондай болды да. И адам если өзі шығарса, ол адам просто так бүйтіп тұрып, мысалы, жүрегім деп оны шығара алмайды деп ойлаймын, мысалы, менің ойым, потому что адам музасы болу керек. Музасы, енді менде музам екі адам қазір, мысалы. Оны айтпай қойын. Екі адам? Иә. Жоқ, енді қазір мен на сөзге тіреліп жатыр да қайтадан. Вот менің екі адам бар, мысалы. Вот біреуі ол менің командамдағы бір адам. Мен, короче, соған бүйтіп көрсеткен кезде мен өзім типа мотивацияланып, видишь, сен ар жақта жүрген кезде я такое сделал деген сияқты да. Ал екінші музам болып кәдімгідей жанып жүргенім Заринаның да арқасы деп ойлаймын. Вот получается екі адам бар. Екі адамның бірі Зарина болып тұр ғой сонда. Зарина музыға айналып келіп жатыр. Енді мысалы мен қазір ән шығаратын болсам, ол в точности мысалы Заринаға арналатын еді деген сияқты ғой. Бірақ мен енді қазір ондайға қатты уақытым болмай жүр да, кәдімгі бүйтіп отырып, қалам алып деген сияқты кәдімгі. Иә, демек болашақта Заринаға арналған ән күтуіміз мүмкін сізде. Өйтіп айта алмаймын енді. Может быть. Ол андай ғой, бүйтіп түнде бүйтіп ішің пісіп жатасың да, бүйтіп аяғың жуып, қолың жуып, бүйтіп енді ұйықтайын деп жатқан кезде, потолокқа қараған кезде бір какой-то сөздер пайда болады да, тұрып соны жазып, сондай нәрсе болады. Енді бұл кісі енді если өзі жазған болса, значит мен ойлаймын, может бұрынғы махаббатына, может кездестіре алмай махаббат. Мен просто сөзін тыңдаған. Иә, дәл айтты. Бағана айтып кеттім ғой мен. Менің баяғы сол музам деп айтып отыр ғой. Сондай бір музам болған кісіге арналған өлең ғой. Сіз маған мойындамайсыз деп жатырсыз ғой. Мойындаймын. Сол бір музама айналып кеткен десем де болады. Бір сондай бір тақырыпта жазған болатын. И Тәуіржан екеуміздің ұқсамайтын жеріміз анау екен. Ол өз жазбайды, мен өзім жазамын да. Жоқ, мен өзім бұрын жазғам деймін. Просто қазір жазбаймын. Қандай? Бұйырса былай болады ол. Бір адамды кездестіресің сен Тәуіржан, кәдімгідей соған қараған кезде бір нәрселер есіңе түседі, короче, моменттер. Получается, сен сол адамды қайтып қарап жүрсің да, и моменттерін жаздың. Жоқ, оған қарауға мүмкіндік жоқ. Күйеуі бар оның десең. Жоқ, шынымен Баласахан, ол кісіге қарайтындай қазір вообще бір не жоқ, повод та жоқ, короче. Жақсы, жігіттер. Тағдыр емес, короче. Енді әннің тақырыбын жабайық менің ойымша. Баласахан ортаға сұрақ қойсам болады ма? Иә, қойыңыз Гүлнұр. Тәуіржан, саламатсыз ба, қош келдіңіз. Менің сұрағым осындай болып тұр да. Негізі заранее, вот, например, когда көрсесіз ғой, екеуіңіз Зарина екеуіңіз кездескенде, например, Бурабайға бару, либо болмаса Түркістанға бару решениесін сол заранее планировать етесіңдер ма, или по факту сол кездескенде спонтанное решение болады ма? Мен мысалы заранее айтам, по идее, өзімнің командама, типа, давайте бір қызық нәрсе істейік, типа, андай спонтанное решение болған сияқты. И тұрамыз да, бірақ Түркістанды мен нечаянно айтып қойдым. Типа, ол уақытынан бұрын кішкене ертерек айтып қойдым, короче. Сол жерге келатқан кезде айтып қойдым да, короче. Типа, давай барайық деген сияқты. Ой, дедім, короче. Қазір сондай ашық ауыз болып қалыппын. Ал бұрын, мысалы, Боровойда біз спонтанно айтатын тұғымыз. Типа, потому что бізге реакциялаған қызық қой, біз эмоциямен өмір сүреміз. И мен, типа, эмоцияда, давай кеттік Анталияға десең, типа, Анталия деген сияқты әңгіме ғой, короче. Получается, вот солтүстікке оңтүстікке бардық, енді шығыс пен батыс қылып, күн шыққанмен күн бататын жаққа барсақ, сосын уже за границей деп ойлаймын. Енді менің планым ол. Потому что мен предполагать етем, Бог располагать етеді дейді. Жалпы қарым-қатынаста қызды таң қалдырып, эмоция сыйлау деген тек жақсы нәрсе ғой, осылай өрбіту керек сияқты қарым-қатынаста. Баласахан, мен сұрағымды аяқтаған жоқ, негізі за конца қойып алсам. Негізі, вот, например, айта спонтанно, да, сол кезде Зарина тарапынан сразу согласиться етеді ме, или қалай? Типа, я деп па? Иә. Жоқ, ол бірінші айтады, көтір, типа,
типа ойланып алайын анау мынау дейді сосын телефон алады звондайды деген сияқты бірақ мен кіммен сөйлесетінін білмеймін енді бірақ қасына келіп құлағына туалетке кетіп қалған кезде өйтіп тұрмаймын ғой короче с кем она общается деп потому что менде ондай айттым ғой ондай жоқ бірақ біраздан кейін короче бір әлек көндіріп жатырмық қой сосын балауса ой күмәнде болса ше енді қойып алсын сұрақтарын қойып алсын микрофон алған кезде неге жағаласып қата қалдыңдар ғой жағаласпаңдаршы қойсын жоқ просто айтамын да например бурабайға барды деген сияқты түркістанға барды деген сияқты заринаның өзінің әңгімесінде айтып қалған болатын да типа менің 3 жұмысым бар деп менің уақытым жоқ деген сияқты бірақ енді қараңыз осы нәрсені сразу айта салайын примерно уже түсініп қойдым сіздің айтайын деп жатқаныңыз бұл кісімен мен негізі сол күні сразу кеткім келген тұғын сосын ол айтты қасына сестренкасы да айтты типа жоқ типа сразу не получится деген сияқты короче біз соны көндірдік сөйтіп келесі күні кешке шықтық қой короче біз негізі мен план бойынша біз ол жақта кішкене көбірек болу керек тұғынбыз деген сияқты жоқ просто балаусахан қаншалықты дұрыс деймін да например әлі таныстық барысында ол жұп болған жоқ деген сияқты басқа қалаларға бару деген сияқты да просто мен например элементарно өзімнің прямой эфиріме кіріп отырамын да тикток болсын инстаграм болсын маған халық тарапынан жазып жатады да болмаса зарина мен тәуіржан например мына жақта жүр ана жақта жүр ол ұят емес пе деген сияқты үлкен апалар жазып жатады да негізі соны сұрақты қойып жатқан ғой сіз мысалы сізбен танысқа келген жігіт бір жаққа барып қайтайық деген сияқты басқа қалаға шақырса өзіңіз бас тартар ма едіңіз иә таныстықта болса мен бас тартамын потому что менің де басқа например болады ғой мен любой бір кездесу болсын например басқа қала болмасын деген сияқты ғой мен андай болады типа жақпай тұрған моменттер болады деймін да желание жоқ деген сияқты сол кезде жоқ деп айтамын да желаниеңіз бар болса бар деп айтасыз ба желание бар болса да например если бірінші ата анамнан рұқсат сұраған болатын едім одан кейін болды жоқ гүлнар білмеймін дұрыс емес деп ойлаймын негізі таныстықта болған адам басқа қалаларға барып жүру деген сияқты әңгімелерді тәуіржан бүгін кетіп істесең кетіп қалатын сияқтысың негізі бүгін ше сен бүйтіп оразғалиға сұрақ қоймайсың ғой сен мен үшін жауап бермей ақ қойшы бекзат қарашы сен үшін жауап бермей ақ қой баласаған өзім ойымдағы сұрақты қояйыншы андай болып тұрады негізі тәуіржан келген кезде осы уақытқа дейін кешегі уақытқа дейін бәріміз енді өтірік хайп деп келдік қой сенбей кішкене тәуіржанға бірақ та енді кішкене тәуіржанға деген бір сенім бір артып келе жатқан сияқты ше өйткені бір ғашық емес адам ұнатпайтын адам енді жаңағы не бурабай жаңағы бурабай түркістанға бармайды ғой ары кетсе бір жаңағыдай маржан сияқты бүйтіп ұшақты ұшырып бірдеңе қылып әкеледі ғой негізі ше сондықтан бір андай сосын кімнің тәуіржанға кішкене сенім артып кетті дегім келіп тұр да сосын бір сұрағым сен енді заринаны ұнатамын дегеннен басқа сен ішкі сезіміңді және де зарина өміріме келгелі мынандай нәрсе өзгерді деп айтқан жоқсың да просто соны айтып кетсең деп сұрағым келіп тұр сенен не өзгеріс бар зарина келгелі өзің ішіңде немесе өміріңде қазір ішін сезіп алайыншы көрші ну білмеймін енді в общем қызық потому что мен енді каждый раз бір жаққа барып жатқан сайын мен адаммен сөйлесіп жатырмын мысалы кешеде маған басқа машинада отыр типа барып ұйықтап алса если жоқ мен машинаны өзім айдаймын деп мен мысалы өзім айдап бардым қайтар кезде де больше времени мен өзім айдап келіп жатырмын да мысалы мен обычно вообще машина айдағанды жақсы көрмеймін типа и сол кезде процессті мен өзім өлеңді қойып өзімнің қандай нау қалай деген сияқты типа процесс общения болып жатыр да и бұл жерде мен былай айтсам бұл жерде энергообмен болып жатыр енді бұл жерде біз адам болғаннан кейін біз бір бірімізден типа ол маған бір нәрсе айтады мен бір нәрсе айтамын бұл прикол ұстайды и мен приколым өткеніне мен мәз болып короче сондай эмоциялар алып жатырмын бірақ ішім не сезеді дегенге оны мен бір әлі келесі жолы ішіммен ақылдасып кетейін онда жалпы сіздің айтып тұрғаныңыз менің жасап жатқан қадамдарымнан көруге болады Заринаның маған қаншалықты жақсы әсер етіп жатқанын деп тұрғаныңыз сияқты а то если бар ғой былай істейікші егер де маған вообще қызық емес болса мен бүйтетін едім примерно көрсетейін мен бүйтетін едім кеттік типа барып қайтайық деймін например да допустим ол келісті сосын бардық қайтып бір екі сағат өтті қайтып самолетқа салып жіберіп все давай короче понимаете главное видео түсіріп алдық қой деген сияқты понимаете баласа ханым енді жаңа бекзаттың айтқан сөзін түсінбей қалдым мен ше сонда бекзат саған типа бір қызды ұнату үшін басқа қалаға апару керек па негізі обязательно мен соны түсінбедім да просто андай дүние ғой баласа ханым бір қызды түсіріп бір қызды көтеріп бүйтіп очко жинамаңдар конкретно бұл жақта тәуіржан маржанды таңдап келді ғой маржан тәуіржанды емес дұрыс қой сен просто айтып жатқан әңгімең дұрыс болмай қалды негізі бауырым әлішер қызды түсіру туралы сен айтпай қойшы кеше ғана аягөз түсіріп отырды ғой жоқ сен по факту жауап берші бауырым жігіттер тыңдап сөйлейік бір бірімізді
Мен по факту айтайын, қара, мен ондай мағынада айтқан жоқпын, мен просто айтып жатырмын. Ғашық емес болса, ол басқа қалаға апарып не керегі бар, қыдырып оның көңіл күйін көтеріп, мен соны ғана айттым болды. Иә, балауса ханым осы жерде мен айта кетсем енді, негізі мен Заринаға сұрақ қойғым келіп отыр. Сендердің негізі осы таныстықтарың біраз уақыт болып жатыр ғой, жалпы. Таныстықтарының деңгейі, мысалы, бірнеше кездесуден кейін енді Тәуіржан саған бір жұп болуға ұсыныс жасап жатса, бір оң жауабын беретіндей дәрежеге жетті ма негізі? Или әлі бір ойланам ерте деген сияқты бір нең бар ма, вероятность? Зарина? Жұптыққа әлі ерте сияқты. осы сұрақтың бір жалғасы. Және жұптыққа сөз салынса не істейсің деп даже ойланып та жүрген жоқпын, шынымды айтайын. Менде анандай нәрсе бар да, сол ситуация болсын, сол кезде шешім қабылдаймын деген сияқты. Андай басқа нәрселерге басқа тырғым келмейді болашақ үшін. Момент келеді, мен сол моментте не сезінем, не айтқым келеді, соны айта саламын. Мен ойлаймын, мысалы, Зарина жалғыз өзі қалған кезде, мысалы, ол ойланады деп ойлаймын да. Потому что кеше де түнде бір-екі рет сөйлесіп қалған кезде, типа, ол әлі өзінің точносын, ол өзінің, типа, қазіргі эмоциясын, процесін зерттеу үстінде сияқты. Потому что, то может былай істей салған дұрыс па деп, короче, сондай көп сұрақ белгілер келеді да, типа, точно ответ жоқ та. Сосын мен де бүйтіп қарап сырттан деп, сондай наблюдение болып жатыр деп ойлаймын. Кеше қандай жағдай болып еді? Ол жерде қалай айтсам екен, ну или жобадан шыға салайын ба деген сияқты әңгімелер тұрды да. Сосын мен айттым, енді жүрегің қалауы болсын, типа, шыққың келсе, шығып мен де кетемін, болды, ұйқы деймін, короче. Типа, енді просто бұл кісіде де енді андай ғой, типа, ондай менде де болады, по идее. То чего-то хочешь, то чего-то не хочешь. Мен де бүйтіп мына жағынан қарадым да, короче, бұл кісі де енді ойлайды, кішкене қорқады, вдруг сонша, типа, күшті болып келеді, может, мен тастап кетемін деген сияқты, бұда сомнение бар болады. Или вдруг оған ұнамай қалады деген сияқты сұрақтар пайда болады. Сөзіңізді бөлейінші, Зарина, сіз жобамен қоштасқыңыз келіп жүр ма? Или ол менімен қоштасқысы келді ма, білмеймін енді. В общем, туда-сюда, короче. Мәссаған. Зарина? Нұртас красавчик. Күшті кетіп жатыр. Зарина, үнсіз қалғаныңызға таңғалып отырмын. Бұл кісі енді ойланып жүр ғой енді. Поэтому... Ойланып алыңыз, ойыңызды жинақтап алыңыз. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін Зарина жобамен қоштасқысы келіп жүр ме? Не айтқысы келді, барлығын жарнамадан кейін білеміз.